қазақтарым ол бірін-бірін іздеген, әрқайсысын жалғыз көрген, бір-біріне жаңғыртатын, елін, жерін, отанын сүйетін, мемлекетіне басын иетін, өзін-өзі сыйлайтын және өзгені де сыйлата алатын, өздігін де жақсы көре алатын жүректері бар адамдар. Соларды мен қазақтар деп ойлаймын. Ал қазіргі бір қауесеткерлер бар, ой, бүйтіп қапты, сөйтіп қапты. Оның бәрі ертең сөздеріне жауап беретін уақыт бәрібір келеді. Әрине. Не керек ол? Пайдасы жоқ нәрсе. Сізге де, қасыңыздағы адамдарға да, елге де еш пайдасы жоқ. Қауесет әңгімеден аулақ болғаныңызды шын жүрегімнен өтінемін. Алла тағала жолдарыңызды ашсын, әрқашанда биікте, әрқашанда бірлікте, әрқашанда бір халқы берекенің ортасында өмір сүруге мүмкіндігіміз бар. Алла соны нәсіп етсін біздерге. Әумин. Баршаңызға жалындыстық сәлем бізден. Әумин. Қайырлы кеш, қалайсыздар қымбатты оқырмандарым? Баршаңызға жалындыстық сәлем. Эфирге шығуға уақыт болмай, енді өздеріңізге алғыс айтайын деп, біздің отбасыға, бізге тілектес, ниеттес болған жандар, алыста жатсаңыздар да, қымбатты оқырмандарымның көп деп жазған тілектерін оқып, өте ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Қадекеңнің жағдайы күшті, көңіл-күйі тамаша. Ақ халатты абзал жандарға алғысымызды білдіреміз. Енді мен айтам, бүгін 20 мамыр нағыз дәл осы уақытта біз концерт деп қайнап жатуымыз керек еді ғой. Бәрі Алланың қалауымен. Енді біз концерттің күнін 18 маусымға ауыстырғанымыз жайында айттық. Естіген боларсыз, естімеген болсаңыздар, және де естеріңізге салайын дедім. Билетпен естейміз деп менің жекеме жазып жатқан жандар, ешқандай да уайымдамаңыздар. Билеттеріңіз автоматты түрде 18 маусымға ауысады. Ал енді дәл сол уақытта біздің концертке баруға реті келмейді, қалада болмаймыз дейтін жандар болса, ақшаларыңызды тикетон қайтарып беретінін және де хабарлаймын. Сондықтан да менің жекеме жазып уайымдап жатқан жандар, сіздерге осындай ақпарат. Ал концерттің ауысқанын естімеген жандар, билет алып үлгермеген едік, қалай болады? Енді мен ойлаймын, жазға әркімнің өзінің жоспары бар. Мүмкін сол 20-сына билет алып, бірақ 18-іне келе алмайым дейтін жандар міндетті түрде болатын шығар, енді қайтаратын. Сол қайтқан орындарды сатылымға шығаратын боламыз. Мархабат, бұйырса, әдемі көңіл күймен баршаңызды 18 маусым Роза Бағланова атындағы концерт залда Қарақаттың сахнадағы 25 жылдығы деген тақырыппен беретін концерт. Алматы кеші көңілді. Шүкір, аман есен Алматыға жеттік. 18-17 қаланың концертін бердік. Шүкір Аллаға. Енді 12-сінде болатын концертімізге Қарақатының 25 жылдығын тойлауға, қуануға, ән мерекесін жасауға шақырамыз сіздерді. 12 мамыр алматылықтар. Мен жеке концерт бермегелі талай жылдардың жүзі болған екен. Осы орайда күшті мүмкіндік. Келіңіздер, сіздерге бір табақ ет ұсынамыз. Ол еттің ішінде ойда бәрі бар. Өте тамаша бізден концерт 12 мамыр Республика сарайы. Баршаңызды күтеміз, алматылықтар! Алматы кеші көңілді. Шүкір, аман есен Алматыға жеттік. 18-17 Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, менің қолымдағы кружканың ішінде не бар деп. Ішінде еш нәрсе жоқ. Және кружканы ұстап тұрған менің қолым емес. Сөйлеп тұрған мен деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ, мен емес. Сөйлеп тұрған менің орныма мына аудио. Және менің бейнемді көріп тұрмын деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл менің бейнем емес, бұл менің айнадағы бейнем. Достар, әлеуметтік желіде не көрсеңіздер, соның барлығына сене беруге болмайды. Басым бос емес. Шынымен де Ақбота Нұрдың жүрегін жаулаған сері бар ма? Он жарты жылдан кейін сұраңыздар. Жарты жылдан кейін көрсетеміз бе? Тойыма шақырам. Бүгін сүйіктіңіз жабық көрсетілімге құттықтап келмей ме? Гүл шоқтарын алып, осында. Өнер адам ма? Жоқ. Бақ, міне. Жылда 2 көлік алып жатқан. Мәссаған. 3 миллион айлығынан Квартира алдың ғой еще? квартира алды. Сат компаниясының ақшасына ремонт жасадым.
Сонда ішіне деген жоқ па десем. қай компания мысалға осындай Хилтон деген бұл деген өте қымбат, өте деңгейлі